Аралардың өмірі ғажайыптарға толы. Олар адамдар сияқты қауым болып өмір сүреді. Омарта тұрғындары бір әулет болып тіршілік етеді де, омартада қалыптасқан белгілі бір заңдар мен ережелерге барлығы бірдей бағынады. Мұнда тұратын әрбір ара өзінің жұмыс орны мен міндеттерін жақсы біледі екен. Аналық ара ең ірісі және оның сыртқы көрінісі ерекше болады. Аралар жасының ұзақтығы олардың қорегінің сапасы мен жасаған жұмыстарының мөлшеріне тікелей байланысты болады. Жаз айында жұмыртқадан шыққан аралар онша ұзақ тіршілік ете алмайды. Олар бар болғаны 35-37 күн ғана тіршілік етеді. Өйткені олар тыным таппай гүл тозаңдандырып, тәтті шырын дайындаумен қажып, шаршап қалады.